Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыз. Қырмызы аяқ шешіп айдынға қарады. Шүлпібек деген жаға. Ақырын жалдап, башпай су сызған. Тербеліс жетеледі. Әсем қимыл, желбіреген етек ақ қанат. Ұшқыр қиял ерік ап, ақ жиделі жанасқан. Ол аялап демеуге көшті. Ғалам қозғалыс, қақ ортада ынтызар жұп. Шырқалған әуен көкті алып, дене ұршықша үйіріліп, ырғақ баяулағанда тыныштық тұна қалды. Биші еппен қабақ көтерген, алдындағы шалқар қиял тербеп, қияндағы аралға телміріп, ешкім ортақтаса алмайтын, өз аралым болғаны қандай жақсы еді, деп мәз боп, жағаға шығып, майда құмға отыра кеткен. Жібек жел аймалап маужырады. Қозғалмасаң кеш батады. Қыз селт етіп артына қараса, иін тірескен шеу. Секем алғанын сездіргісі келмей үнсіз барып аяқ киімін алған. Жол кесестеген. Қайда асығасың? Қас қарайса тамаша болады. Оған дейін қыдырайық, деді. Жауап жоқ. Ақырын түр түгендеу. Ентелеген айтқанға көнбесең көресің дегенде түктеніп, иықтасқан сүзегеш текедей тесірейіп, арғысы мысықша ашып жұмып жырбиған. Жігіттер, ақмақ болмаңдар, жайыма кетейін. Ақылды бірі бастап қалғаны қоштап қиқулады. Оңбағандар қоршауда қалған кіріптар алақтап, құтқар деп ойбай салды. Жай барақат серуенші кілт тоқтап, айқайға қарай тұра жүгірген. Жете бере, қоя бер, деді. Кет жөніңе. Жібер, едірейгенге жұдырық сарт етіп, қайнаған төбелес басталған. Жабылғандар үш жаққа ұшып тым тырақай. Бой жеткен жанжалда жар үстіне селтиген құтқарушысы қасына келгенде рахметті әзер айтты. Қалайсың? Бас изелді. Қайда барасың, апарып салайын? Жоқ, өзім. Бейтаныс қалай отырмақ, секемін жасыра алмай оқшырайды. Қорықпа. Көлік есік алдына кеп тоқтағанда қырмызы алғысын қайталап шығуға беттеген. Айып етпе, есім білуге бола ма? Деп қиылу бекарыспен аяқталды. Таныстық осылай басталып, арада уақыт өткенде қайыра үй маңында жолыққан, кездесуге бой үйренді. Бекарыс шетелден оқып кеп, жеке кәсіппен айналысып жүреді. Қырмызы өнер оқу орнын аяқтауға жақын. Жігіт бірде. Бір жамандықтың бір жақсылығы бар дейді. Сыртыңнан көріп жүрсем де, дәл солай танысуды ойламаппын. Кейде ана қиқарларға ризамын, деп күліп. Олар болмаса сәті түспес пе еді. Қисынға рахмет, деп емреніп маңдайдан сүйді. Ашық жарқын азамат кімге ұнамас? Әсершіл жүрек алып ұшып, оқу аяқталған соң бас қосқан. Дүниеге ұл, қыз келді. Үй болғалы біраз. Жайлы тұрмыста секем жоқ. Ет үйренген жағдай өзгерместей көрінеді. Бірақ олай емес. Қаланың ығай-сығайы жиналған ортада бекарыс бір керімді қайта-қайта ортаға шақырып. Не болды? Сынған пластинкадай айналып деген әзілден аяқ тартқан. Бірақ бой жию, ой жию емес сыңайлы. Бекарыс кешігуді бастап, жұмыс шырғалаңы көбейді. Қиындықсыз шаруа жоқ, ұқпайтын не бар? Кеуге қалтықсыз сену, ол тек түн ауа оралуды әдетке айналдырғанда. Жұмысты елдің бәрі осылай істей ме, әлде сен ғана ма? Деп тіксінді. Алға тартар дәлел көп. Бар жоқты түгендегі әйел өзгерісі ұғып қамықса да, қара аспанды төкпей, сыр бергізбей, қалайға орнында деп жауап береді. Сұрақтан кеу не ұқысы келетінін кім білсін, ол бірде көз сұғын аңғарып, тайсақтап қызарып кеткен. Қызуың бар сияқты, дәріш деген кексіндеу қамқорлыққа сасқалақтап тіл тістеп шығып кетті. Сабыр сақтау айтуға оңай. Қырмызы алғашқыда сыздаған жүректі, астан кестен әлемді баса алмай қасқарая сыртқа жалтақтап, балалары ұйқыға жатысымен төсекке сұлап, әлгі ғашық деп еміну, сынаптай сырғымалы бірдеңе ме деп егілген. Кейін 3 күннен соң көргеде үйренесің дегендей алаңдауды қойып, бар жоқ назардан түсті. Сол күні бекарыс әдетінен жаңылып ерте оралған. Жатарда айна алдында саусақ сылаған қосағын. Бері келші, деп жанына шақырып, бауырға басып, маңдайдан иіскеген. Зайыбы әрі сырғып. Я, құлақ сенде, деді. Айту тым ауыр.
бірақ үн-түнсіз кете алмаймын. Әсерге шырмалдым. Бала болмағанда тыңдаушы дәп бір ертекке ұйығандай монтиған. Кенет шек-сілесі қатып, кілт тоқтап, мұңданғанда оқыс қылықтан шошқан бекарыс ажырайып, «Не болды?» деп сескеніп. «Ештеме де». «Онда неге күлдің? Бетке алғаның жұмақ. Қаш». «Олай деме. Сенен қалай қашпақпын? Егер бір сәттік қызыққа құламасам, бұлай болмас еді. Түсінуге тырыс». Әңгіме келесіде кейіп маңғаз. Әбден түсінікті. Қазақ байыса қатын алады. Неге? Өйткені кеуде тасиды. Жағдайың жақсы, баяғының байларынан нең кем? 5 жерге 5 отау тік, маған енді қайт дейсің. Сені өлердей қия алмаймын, мүмкін айырылыспай-ақ қоярмыз. Көкейім мырс еткізді. Сонда теріс бағуды қия алмауға қалай сәйкестейміз? Түрлі сылтаумен адамды нәпсі үшін пайдалану, қорлау дейтін көзқарасымды білмейтін бе едің? Әлде өзгенің ойы маңызды емес пе? Қос қатын алу жаман салт екенін, күндестік араздықтың шарты екенін шәкәрім еріккеннен айтқан ба? Құбылмалы толқымалы сезім тек еркекке ғана тән деген кім? Егер әйел болмысын құлыптап, бар мен жоқты, артық пен кемді, аз бен көпті екшегіш, сұңғыла сүзгіштігін алға тартпаса, ол ар ожданнан аттамау үшін, ұрпақ бетіне шіркеу болмау үшін, жар сағы сынбау үшін жар салмайды. Ал оны осалдыққа балаған пайдасына ілінеді. Менде күндік сана жоқ. Алғашқы рахатайдың да, соңғысының да иісі жағымсыз. Өткенді тықыштамаңдар. Әр заманның өзіне лайық шапаны бар. Мұндай өтінішті ешқашан қабылдамаймын. Яғни сүймегенсің. Жоғалғанды түгендеме. Сүюден де жоғары нәрсе бар. Әйелді жесірлік қорқытпайды. Оған жақ жаздырмайтын баланың жарты кеш отбасын қаламауы. Олар сен кеткен соң қандай күйге түсері анық. Қорсынуды талай бастан өткерген. Ал саған өзіңдікі жөн. Жәрдемақы әке міндетін атқара ала ма? Көргенін істейді, көсеу түрткенін істейді. Отбасы бере алмаған құндылықты ешбір жаттанды уағыз қалыптастыра алмайды. Балалар қаласа жолғар, қарсылық жоқ. Ұл мен қыз үйленгенде алдыдан шығар, жетім, түрпектеген жасқанып, әкеден қол үзбеуге тырысады. Әркімге өз керегі. Шешен ойлап елеңдейтін, елейтін бірде екілі ғана. Осы түннен бастап өз төсегіңе барып қисай, қайтып оралғанда болмассың. Бекарыс маңдай сүйеп қыбырсыз қалған. Әрең көтеріліп, иіні салбырап жайына кетті. Арна таппаған адасады. Қырмызы балалар жаймен айналасын ұмытқандай еді. Айбар жұмысына іздеп келгенде. «Сағындық қой» деп беттен өпкен жігіт. Осыны қалап едім деп қуланып езу тартқызды. Ертең шығармашылық еңбектерім қойылады. Балаларды ертіп кел. Ой, олар қандай қуанады десейші, барамыз. Көрме аралау сергітті. Қырмызыға бәрінен де ұнағаны су жалдаған қыз. Суреттен дәп бір өзін көргендей қасына келген Айбар. «Ұнайма?» деді. «Шеберлік, әбден тер төгіпсің, қымбат дүние шығар». Қайтқанда Айбар жеткізіп салған. Үйге жүрге келіспей кетіп қалды. Ол Бекарыспен шетелде бірге оқып, өз саласында қызмет істесе де, суретшілікті қатары алып жүрген. Бірнеше тіл білетін қабілетті, орнықты, келісті келбет назардан тыс қалмас. Бірақ неге екені белгісіз, сыңарсыз. Күйеуі барда мерекелерді бірге өткізетін достардың бірі. Бүгінге елеу риза етті. Осыдан соң балаларымен де оларсыз да бірге қыдыру жиілеп, әсіресе тауда шаңғы тебуді үйреніп, қарға көмілу естен кетпейді. Көңілді мінезді Қырмызының ортайғаны толып, өткені қайта оралғандай. Айбармен ойы мен талғамы сәйкес. Оның хабарласын күту ережеге айналған. Бірде ол, жағаға барсақ қайтеді, деп еді, үндемей қап келісті. Көп жылдан бері аяқ баспаған тұс орнында. Сыңарлар қатарласып төрге көз салған. Қырмызы: «Айбар, сенен бір нәрсе сұрауға бола ма?» деп бұрылды. «Сұра». «Айналаң толған сұлу, неге үйленбедің?» «Мәселе сымбатта емес. Атын білмейтін біреуді осында көріп ғашық болғанмын». Таныстың ба?» «Жоқ, жақындауға жүрексіндім». «Неге? Жігіт емессің бе?» Жан жағына зер салмайтын, өзімен өзі әуре қызық қыстың. Оның қимылын алыстан бақылауды, іштей ілесуді қойып, қасына барсам, қайтып жоламай кететіндей көрінетін. «Міне қызық, шынымды айтшы,
Егер сен соның орнында болсаң, алшақтағы ынтаны түйсінер ме едің? Сыңғыр суға сырғыды. Билегенде жалғыздықты сезінбеу бекер емес шығар. Әйтеуір әлде біреу демегенде ұшып жүресің. Солай ма? Онда жартаста тек тұрмаппын. Әттең, ол аяқ астынан қара көрсетуді қойған. Сөйтсем, тұрмысқа шығыпты. Амал не? Тойында күрсініп қол қусырып ем, бірақ ұмыту азапқа айналды. Сағынғанда досымдікіне барып, қатар отырып, жаным жай тауып қайтатынмын. Сонда шынайы сүю бар ма? Өзіңдегіні жоқ дей алмайсың. Жағымды үн, дұрыс сенімді айғақтағандай. Қай кезде де жалғыз жүректілер болған, соның бірімін. Қазір оның иесі қасымда тұр. Тұрмыста болған соң амалсыз көндіксем де, ал ажырасқанда қуану орнына қамығып, өзімді қоярға жер таппадым. Сен назанғанда бекары серіп кетуге шақ қалушы еді. Кім ойлапты сондай сүйіспеншілікте қалтарыс барын? Қателік шығар, қайтып келер дегенмін, оралмады. Ал сенің жалғызсырағаныңды қаламаймын. Шыдам үзілді. Балалар кіші кезде айтсам, хош көрмесіңді біліп, ауызға алмай әйтеуір төбе көру дәтке қуаттын. Енді ержетті. Қайсар шетелде, айжүзік оқу бітіреді. Бейтаныс емеспін, жатсынбас. Үн жоқ. Қырмызының ойына ертеректен таныс зерделі, көпті көрген, көп түйген ғалым Кейуананың сөзі оралды. Ол бірде мұның жабырқау кейпін байқап. Қызым, жұмыр басқа не келіп не кетпейді. Текке қамықпа. Әйел 40 шырақтыны әлдекім емес, адам қалпы қалыбын, қарым қабілетін жетік білген, білгір айтқан. Әйел жаратылысы кезеңдік өлшемнен тыс. Оның жалыны демі үзілгенде ғана өшеді. Дегенін еске ап, жүз барлаған, өзі күлгенде жымиып қарайтын бейне көз ұшында қалғанын енді ұқты. Ынтызар жанардан өзін көріп, құштар құшақ қауышқан. Қырмызы үйге келсе бекарыс әрі-бері сенделіп жүр, таң қалып. Жайшылық па? Деді. Хал қалай? Жақсы, соны сұрағалы келдің бе? Ойнақ күн, еркек кібіріктеп. Жарайды, ал төрлет, не шаруа? Бекарыс нақты шешім таба алмай тығырыққа тірелгенде қыбыжықтап, айтарын әрең бастады. Аяулым, кешіре алсаң бір жола келдім. Сенсіз өткен күн қараң. Бас салбыраған. Жылдар аралап, таразы салмақтауға не себеп? Енді көкбет қатымен тұра алмаймын. Түсінікті. Қалап қаламау маңызды. Кешегі гүл бүгін қалай күлге айналды екен? Айдап келген ашу шығар. Балаң бар, кейін қайт. Жоқ, айыпты ақтай алмау қара көрсетпеді. Енді сенсіз бір күнде жүре алмаймын. Өз үйіме келдім. Кет десең де кетпеймін. Солай ма? Еркің білсін. Еркек құлдырап атып тұрып, бас сала жаздаған. Зілді зіт. Отыр, деді. Шаңырақ сенікі, дүние кезек, енді мұнда сен қаласың, мен кетемін. Қайда? Жұмаққа, олай демеші. Ана жақта да құшақ жайып қарсы алмас. Ал жер бетінде жоқты айтпа. Атым менікі болғанмен, шаңырақ сенің арқаңда түтін түтеткен. Ешқайда жібермеймін. Босқа таусылма. Сөз өтпейтін кез болады. Е болар, біреу табылар. Әйел біттіні білдіріп, оны мұнысын жинай бастаған. Бекарыс, пендеге сүріну тән, білемін, еңкею қиын. Кешір, жалынамын, қайтырайдан садағаң болайын, деп қолға жармасты. Пендешілік иектемеу үшін ақыл адаспау керек. Әйтпесе, ол бойға сіңеді. Қиындықты жеңсең де, еменеге айналған жан иілмес. Босат, жоқ, бауыры икемделе берген. Әйел сытылып, есік сарт етіп қырмызы. Айқай жас боп сырғыды.